қоғамда мұсылманның рөлі мен жауапкершілігі дейді. Яғни әрбіріміздің жауапкершілігіміз бар. Қоғам мына отқан біздермен құралады. Отан отбасыдан басталады демекші, бұл қоғамда осы біздермен құралады. Яғни әрбір адамның қоғамға өтей тұрған міндеттері бар. Аллах Тағала Құран кәрімде Кахф сүресі, жаңа оқыды, Кахф сүресі 30-шы аятында айтады. Астағфируллах. Инналлазина аману ва амилус солихати инна ла нудиъу ажра ман ахсана амалан. Расында сондай иман келтіргендер және иман келтіріп жақсы, сауапты, қайырымды істер істеген адамдардың жақсылығын не қылмаймыз дейді, әсте зая кетірмейміз дейді. Сіз қандай да бір жақсы амал жасасаңыз, үлкен болсын, кіші болсын, оның сауабын Аллах Тағала еш зая кетірмейді. Мұхтар Әуезов атамыз айтады: маңына ұрық шашпаған жақсылық, жапанда жалғыз өскен бәйтерекше түл болады да қалады дейді. Яғни ешкімге жақсылығы жоқ адам секілді. Соған неғылып тұр, мысал келтіріп жатыр. Және ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: "Ва ман кана фи хаджати ахихи кана Аллаху фи хаджатихи" дейді. Бұл хадисті естіп жүрміз. Кімде-кім мұсылман бауырының қажетінде болса, мұсылман бауырына қарасса, көмектессе, Аллах Тағала оның қажетін өтеп қояды деген. Біз пенде болғаннан кейін біреуге қандай да бір жақсылық жасасақ, соның қарымтасын күтіп отырамыз. Егер біреуге жақсылық жасап, сол жақсылықтан кейін басына бір іс түсіп қалып, содан көмек сұрап барып, ол көмектесе алмай қалса, не қыламыз? Бұл жақсылықты білмейтін адам дейміз. Дереу біз не беріп тастаймыз? Есеп беріп тастаймыз. Ондай нені қарымтаны күтпеуіміз керек. Халқымызда айтады: өзін ғана ойлаған жамандықтың белгісі, өзгені де ойлаған адамдықтың белгісі. Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді. Атадан жаман ұл туса, елінің малын жейді деген. Біз қазіргі қоғамда, қазіргі уақытта біреудің ақысын жеу мүлдем қорқынышты болып қалды. Қорқынышты емес. Біз қазір өзімнің ақымды жеп қоймаса екен деп жүрміз бәріміз. Бірақ біреудің ақысына кіріп кеттім ба, біреудің ақысын жеп қойдым ба деп көп уайымдамаймыз. Аллах Тағала не дейді? Ей пендем, менің алдыма не нәрсемен келсең де кел, бірақ біреудің ақысын арқалап келме дейді. Біреудің бір тиыны бола ма, миллион, миллиард бола ма, біреудің ақысын арқалап барма. Біреудің ол ақша жағынан болсын, көңіл жағынан болсын, ешкімнің несіне кірмеуіміз керек, ақысына кірмеуіміз керек. Майлы қожа ақын айтады: жақсылық отқа күймес, суға батпас, гауһар тас жарық қылмай жерде жатпас. Қолдан келсе етіңіз жақсылықты, жақсылықты еткендер жаман таппас. Шаманың келгенінше жақсылық жасап қалу керек. Бұл өмірді айтып жатамыз ғой. Бәріміз 5 күндік жалған дүние деп жатамыз. Қамшының сабындай қысқа дүние деп жатамыз. Таңда сәби болып келсең, кешқұрым қарт болып дүниеден өтетін өмір деп жатамыз. Сол өмірде қысқаша өмір болса да не қылып жатырмыз? Мәңгілік өмір сүретіндей арпалысып жатырмыз. Сондықтан шамамыз келгенінше жақсылық жасап қалайық. Енді өзгелерге жанашыр болуымыз керек. Бұл өзгелерге жанашыр болу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның біздерге көрсетіп кеткен үлкен бір үлгілерінің бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, хадисінде: "Әл-муслиму лил-муслими
кәл буняни яшудду баъдухум баъдан. Мұсылман адам мұсылманға бір қаланған бір қабырға секілді. Бір-бірін неғып тұрады, нығайтып, күшейтіп тұрады. Біреудің басына қайғы түссе, оған жанашыр бола білуіміз керек. Қазір біреудің басына қайғы түссе, қуанатын дәрежеде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде не дейді? Өзіңе жақсы көрген нәрсені мұсылман бауырыңа да жақсы көрмейінше толық мұсылман болмайсың дейді. Толық иман келтірген болмайсың дейді.